Ассаламу алейкум. Бүгінгі күнгі базар күні 10 октябрь. Күн жауып атат. Туғандар өзіміздің участок бақтабыз. Алдымызда көрініп тұрған KGB-нің 3 жылдық бағы 4-ші жылы бұйырса мөмеге қоя береміз. Бұға шейін кесіп келген болсақ, биыл мөмеге қоя бердік. Бұйырса 2022 жылға мөме байлашы керек. Мұның ішінен 4 бұтақ алынған. 4 бұтақтан шыққан жаш бұтақтар көріп тұрсыздар. Қалғаны көп жалбырақты бұтақтар, олар былтырғы бұтақтар. Биыл мөме бүчір байлап отырады. Мына көрініп тұрғандардың бардығы мөме бүчірлері. Бұйырса 2022 жылға мөме алабыз деп ниет қылып отырмыз. Бұл кесілген арасынан. Мына ошол жерден кесілген, бұл запас қатары кесілген. Кейінгі жылдан бұл дағы бұйырса қатарға қосылып мөме беріп баштайды. Биылғы жаңы жаш бұтақ. Воловой 3-ші сортындағы гиластар. Жан бұтақтарын алып салғанбыз. Мұнеке қысқа қойып тұрып, 3 бүчір қойып тұрып, берден 40 салғанбыз. Бұлар бұйырса қысқа бұтақтардағы мөме береді. Мұна туғандар KGB методындағы гилас бақ. Бұйырса 2022 жылға толық мөмеге қоя береміз. Бізде дағы жасаса бұлыт. Бұл жерде азыр ең негізге секреті көріп тұрасыздар. Запас қою. Мұна шындай запас қою менен көчетті отыры жаңалап алмаштырып тұруға болады. Мақсат мөмені чоң алу. Тергенге оңай болады. KGB-да ашып кетсе 3 метрге чейін болушы керек. Бізде азыр 2 метр ғана биіктікте. Жалбырақтарын көріп тұрасыздар. Жетістігі чоң. Қанчалық жалбырақ чоң болса, ошончолук мөмені чоң берет дегендик. Гиластың бұтағы ашып кетсе 5 жыл эле кармалыш керек. Біз бір бұтақты өмір бойы кармап келатабыз. Качан өзі құрғап түшмөйүнчө кеспей атабыз. Мына ушул KGB методу андай метод эмес. Ар бир 4-5 жылда бұтақтар жаңы бұтаққа айланып турат. Мына ушул сыяктуу очерет менен кесилет. Азыр бул жерде 15-20 бұтақ бар. Тик бұтақтан ғана мөме алынат KGB-де. Мына мөмелер, мөме бүчірлер мына ушул. Мөме бүчірлерінде көрсеңіздер болот, чоңураак. Кара дана болуп турат. Бул демек сапаттуу түшүм беришти айтып турат. Бутак мынакей. Сулкун, жаш, тик. Бутак канчалык тик болсо, ошончолук көчөттүн мына ошол мотору жакшытайт. Билесиздер, көчөттүн мотору эң үстүнкү бутагы болуп эсептелет. Эң үстү сууду тарта турган көчөттүн мотору болуп эсептелет. Бутактар бышкан кадимгидей мына кызыл күрөң түстө болуп турат. Бутактар карыя баштаганда каралжын түскө ээ боло баштайт. Мына ошол бутактар, карайган бутактар, булар жакшы мөмени бербейт. Мына туғандар, сіздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Бак дегеңиздер туғандар.